Бүгінгі сабағымыз динамика. Бүгінгі тақырыбымыз динамика дегеніміз не? Динамика дегеніміз дене қозғалысының себептері мен салдарын қарастыратын механика бөлімін динамика деп атаймыз. Себептер, салдар деген не ол? Кинематикамен айырмашылығы неде? Кинематикада бір дене белгілі бір жылдамдықпен жүретін еді, үдеуі берілетін еді, біз оны сұрамайтын едік. Неге бұл дененің үдеуі осыған тең деп? Осы сұраққа жауап беретін динамика тарауы, механиканың ішіндегі. Неге ондай үдеу пайда болады? Осының бәрін жауап беретін осы динамика тарауы. Себептер, бұл жерде үдеу пайда болады, егер денеге бір күш әсер етсе. Сондықтан бұл тарауда ең маңызды күштер болып табылады. Күштердің түрін қысқаша айтып кетейік. Күштер екіге бөлінеді жалпы. Контакт күштер дейміз, және яғни тікелей контакт болған кезде пайда болатын күштер. Олар не ол? Мысалы, жіптегі күш. Жіппен бір затқа байлап қойсаң, жіп арқылы бір зат тартасың, жіптегі күшті Т деп белгілейміз. Мысалы, осы тікелей жіппен заттың дененің арасында контакт болған үшін пайда болады. Нормаль күш дейміз, немесе реакция күші дейміз. Жерде, бір столда бір зат тұрса, оны көтеріп тұратын бір күш бар. N деп белгілейміз. Ағылшынша нормал форс, нормал күштен пайда болады, немесе реакция күші дейміз. Осылар, бұл күште екі дененің арасында бір контакт болған кезде пайда болатын күштер. Екінші түрлі күштер, олар арасында тікелей контакт болмаса да пайда болатын күштер. Мысалы, екі магниттің арасындағы күш, немесе екі зарядтың арасындағы күш. Оң зарядталған, теріс зарядталған екі зат болса, екеуі бірін-бірін мысалы тартады, бірін-бірін. Ол күш екеуі алыста тұрса да пайда болады, әсер етеді. Сол сияқты күштер бар. Магнит күші мысалы. Динамикаға қатысты есептерді шығару үшін біз күштердің барлығын білуіміз керек, бағыттарын білуіміз керек, қай бағытта әсер ететін. Сол кезде ғана біз есептерді жақсы шығара аламыз. Мысалы, бірінші есепке келейік. Футболшы соққан доп вертикаль жоғары ұшып барады. Доптың бағыты белгілі, жоғары ұшып бара жатыр. Допқа әсер етуші күштер дұрыс көрсетілген суретті табуымыз керек. Енді бізде бір зат бар. Ол жылдамдығы белгілі, жоғары бағытталған, V деп белгілейік. Осыған қандай күштер әсер етеді? Негізі динамика есептерін шығару үшін ең алдымен денеге әсер ететін барлық күштерді сызып алуымыз керек. Қатесіз, біреуін ұмытып кетпеу керек. Ұмытсақ, есеп қате шығады. Бұл жерде жердің тартылыс күші бар, Оны қысқаша mg деп атаймыз. Оны білесіздер. Және бұл жерде суретке қарасаңыздар, кедергі күш туралы жазылған көп нұсқауларында. Демек, кедергі күшін белгілеуіміз керек. Кедергі күші негізі үйкеліс күші, Бұл жерде ауа мен дененің арасында, доптың арасында үйкеліс күші бар. Ол үйкеліс күші бізде негізі қозғалысқа қарсы болады. Мысалы, бұл жоғары қозғалып бара жатса, үйкеліс күші төмен қарай бағытталады, кедергі деп атайық. Өйткені кедергі күші оны аты айтып тұр, кедергі тоқтатуға тырысады. Ол жоғары қозғалып бара жатса, төмен қарай қозғалып тоқтатуға тырысады. Демек, бұл жерде жауабы екінші нұсқа болу керек, Б жауабы. Екінші сұрақ. Суретте А және Б жағдайларында динамометрлердің көрсетілулері. Блоктың кедергісі жоқ. Динамометр деген білесіздер, күшті өлшейді. Күшті өлшейді. Бұл жерде екі жағдай бар. Екі жағдайда да дене, 20 ньютондық дене, ол тепе-теңдікте тұр. Суретте тепе-теңдікте тұр. Екі жағдайдағы динамометр қанша көрсететінін табу керек. Енді қараңыздар, бірінші денеден бастайық. Бұл дене тепе-теңдікте тұр. Дененің салмағын, денеге салмақ әсер етеді бірінші, өзінің ауырлық күші mg дейміз, және ол тең 20 ньютонға тең. Бұл тепе-теңдікте тұр, демек жіптегі күш Т деп белгілейік, ол да 20-ға тең. 20 ньютонға тең. Сондықтан тепе-теңдікте тұрады. Енді бұл жерде жіп, бұндай есептерде жіптің салмағы жоқ деп беріледі. Көп нәрседе жіптің салмағы жоқ, демек жіптің барлық жерінде күш бірдей болады. Ол жіп қалай тұрған маңызды емес, барлық жерінде күш бірдей. Динамометрде де күш 20-ны көрсетеді, екі жағдайда да. Өйткені екі жағдайда да бір жүкті көтерді, бірдей жүкті 20 ньютон. Сондықтан бұл жерде жауап екі жағдайда да
20 ньютон болу керек. Енді динамика тарауында ең танымал ол Ньютонның заңдар. Динамика тарауы негізі динамика заңы деп те атап жатады. Ньютонның заңы деп атап жатады. Ньютонның 3 заңы бар, білесіздер. Бірінші заңы, екінші заңы, үшінші заңы. Бірінші заң қысқаша айтып кетейік. Денеге әсер ететін қорытынды күш болмаса, қорытынды күш деген бірден көп күштер әсер етсе, бір денеге, соның қорытынды күшін бірінші табуымыз керек. Осы қорытынды күш болмаса, яғни қорытынды күш нөлге тең болса, онда тыныштық күйін немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс күйін сақтайды. Яғни бірінші шарт орындалса, міне барлық күштің қорытындысы нөлге тең болса, оның жылдамдығы өзгермейді, тұрақты болып қалады. Яғни басында ол тоқтап тұрған болса, ол тоқтап тұра береді. Немесе ол қозғалып бара жатқан болса, мысалы 10 метр секундпен, ол 10 метр секундпен қозғалып кете береді. Өйткені оның үдеуі нөлге тең. Қорытынды күш болмағаннан кейін үдеуі нөлге тең. Кейде бұл жағдайда инерция деп атап жатады. Бірінші заңы, қорытынды күш болмаған кезде дененің жылдамдығын сақтау құбылысын инерция деп атаймыз дейді. Инерция деген қорытынды күш болмаған кезде жылдамдығын сақтау құбылысын инерция деп атаймыз. Мысалы, сіз машинаның ішіндесіз, көліктің ішіндесіз, ол тура келе жатыр. Бір мезетте көлік солға қарай бұрылды, мысалы, бағытын өзгертті. Біз оңға қарай қисаямыз. Ол нені білдіреді? Негізі біз түзу келе жаттық қой, түзу кеткіміз келеді. Соны инерция деп атайды. Бірақ машина бізді, көлік бізді солға қарай алып кетеді. Осы құбылысты инерция деп атайды екен. Осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік. Денеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нөлге тең болса, яғни қорытынды күш нөлге тең болса, тең болғандағы жылдамдық туралы айтуымыз керек. Кемейді дейді. Біз бағана айттық, Ньютонның бірінші заңында жылдамдық өзгермейді. Констант дейміз, тұрақты болады. Кемейді деген дұрыс емес. Кез келген мәнге ие болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде уақытқа қатысты тұрақты болу керек. Тұрақты болу керек, осы жауап дұрыс сияқты. Уақыт аралығында өзгеріп отырады, өзгермейді. Артады, өзгермейді. Артады, жоқ, дұрыс емес, өзгермеу керек. Жауабы бар. Енді өте маңызды, динамика тарауының ең маңызды бөлігі ол Ньютонның екінші заңы. F тең ma деп қысқаша айтып жатады. Бұл жердегі F қорытынды күш, тең әсерлі күш немесе, қорытынды күш деген жаңағы бірден көп күштер әсер етсе, соның тең әсерлі күшін, қорытынды күшін бірінші есептейміз. Сол тең массасы көбейтілген үдеуі болу керек. Үдеуі болу керек. Бірінші қорытынды күшті табу керек. Мысалы, бір-екі мысал келтірейік. Горизонталь жастықта бір дене тұр. Осыған оңға қарай F күші әсер етеді. Тең болсын 10 ньютон мысалы. Салмағы 2 килограмм. Бұл дене, мысалы, біз білеміз, тек қана горизонталь бағытта қозғалады. Сол үшін горизонталь бағытта қорытынды күштер бізге маңызды. Тек қана F әсер еткеннен кейін F тең ma деп жазамыз. 10 ньютон тең болады 2 килограмм көбейту үдеуі тең 5 метр секунд квадрат. Және бұл үдеудің бағыты әрине күштің бағытымен сәйкес келеді. Күштің бағытында үдемелі қозғалады. Енді вертикаль бағытта әсер ететін жағдайды қарастырып көрейік. Мысалы, жоғары қарай F пен 20 ньютон болсын. Вертикаль жоғары қарай 20 ньютонмен көтереді. Бұл заттың салмағы 1 килограмм болсын. Үдеуін есептейік. Әрине, бұл денеге екінші күш әсер етеді. Ол ауырлық күші, салмағы, mg дейміз. Массасы 1 килограмм, еркін түсу үдеуі жердің 10, демек 10 ньютон төмен қарай салмағы бар. Демек, қорытынды күш бұл бізде F азайтылған салмағы болады. Өйткені F жоғары қарай қозғалтқысы келіп жатыр, салмағы кедергі еткісі келіп жатыр. Сонда 20 ньютон азайтылған 10 тең болады салмағы 1 көбейту А. Сонда үдеуі тең болады 10 метр секунд квадрат. Бұл не деген сөз? Бұл дененің жылдамдығы әр секунд сайын 10 метр секундқа көбейіп отырады деген сөз. Біраз есептер шығарайық. Төртінші есеп. 60 ньютон күш денеге 2 метр секунд квадрат үдеу береді дейді. Осы денеге 5 метр секунд квадрат үдеу беретін күш дейді.
яғни бірінші дәл сол дене, демек массалар бірдей. Бірінші жағдайда F1 деген күш бар, сол кезде A1 деген үдеу пайда болады. Дәл сол денеге F2 деген күш әсер еткен кезде A2 деген үдеу пайда болады. Осы жерден бізден F2-ні табу керек. Бірінші теңдеуден бізден 60 тең болады, массасы көбейтілген 2. Осы жерден массасының 30 килограмм екені анық. Осыны екінші теңдеуге әкелетін болсақ, F2 белгісіз, массасы 30, үдеуі 5 болу керек. Сонда жауап 150 ньютон шығады. 150 ньютон шығады. Ондай жауап бізде С. Келесі есеп 5. Массасы белгілі, дененің қозғалыс теңдеуі белгілі, денеге әсер ететін күш. Бұл жерде денеге әсер ететін күш Ньютонның екінші заңы бойынша массасы мен үдеуін көбейтуіміз керек. Үдеуі берілмеген, бірақ қозғалыс теңдеуі берілген. Осы жерден біз үдеуін таба аламыз. X тең болады 2t қосылған 0,4 t квадрат. Бұл теңдеуге мән беріп қарасаңыздар, кинематикадағы мына теңдеуге өте ұқсас. Бастапқы жылдамдық көбейту t қосылған 1/2 at квадрат деген формула бар. Бұны біз қай кезде қолданатын едік? Бір қалыпты үдемелі қозғалыс, үдеуі тұрақты кезде қолданатын теңдеуіміз бар. Осыған ұқсас, өйткені t да бар, t квадрат та бар бұл жерде. t да бар, t квадрат та бар. Демек, осы жерден біз түсінуімізге болады. Бұл бір қалыпты үдемелі. Демек, t квадраттың алдына мән беретін болсақ, ол a бөлу 2 екен, үдеу бөлу 2. А ол сол неге тең болу керек? 0,4-ке тең болу керек. Демек, a бөлу 2 тең болу керек 0,4-ке. Осы жерден a тең болады 2 көбейтілген 0,4, яғни 0,8 метр секунд квадрат екен. Үдеу белгілі болғаннан күшті таба аламыз. Массасы 1,5 көбейтілген 0,8, жауап шығу керек 1/2 ньютон. Жауабы Е болады екен. 6-шы есеп. Лифтідегі динамометрге массасы 0,1 кг жүк ілінген. Лифтінің 1 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпты төмен. Яғни жылдамдық тұрақты. Жылдамдық тұрақты болған кезде біз білеміз үдеу 0-ге тең болады. Осыны ұмытпау керек. Жылдамдық өзгеріп жатқан жоқ. Төмен және жоғары қозғалысында динамометр көрсеткіштері дейді. Енді динамометр деген ол жіптегі күшті көрсетеді деп айтуға болады. Мынау біздің жүгіміз, оған жіп ілінген, жіптегі күш, жіпке ілінген динамометрде күшке тең болады әрине. Мына жерде салмағы бар, жердің тартылыс күші mg дейді. Енді қараңыздар. Негізі қорытынды күш ол t азайтылған салмағы тең болу керек ma-ға. Егер жоғары қозғалатын болса. Төмен қозғалатын болса, онда салмағы азайтылған жіптегі күш тең болады ma. Бірақ екі жағдайда да үдеуі 0-ге тең, өткен бір қалыпты қозғалғаннан кейін. Қай жағдайды қарастырмасақ да жіптегі күш ол салмаққа тең болып шығады. Жоғары қозғалсын, төмен қозғалсын, екі жағдайда жіптегі күш салмаққа тең болады. Яғни динамометр сол жіптегі күшті көрсетеді. Сонда жіптегі күш бізде 0,1 көбейтілген 10, екінші үдеуін жобамен 10 деп аламыз жердің, сонда 1 ньютон болады екен. Ондай жауап қайсысында бар? Жоғары қозғалғанда да, төмен қозғалғанда да 1 ньютон дейді. Жауап С болады. 7-шы есеп. 0,8 метр секунд квадрат үдеумен төмен қозғалып келе жатыр. Лифт еденіне массасы 70 кг адамның түсіретін күші дейді. Енді денемізді бірінші сызып алайық. Динамиканың шарты бойынша күштерді сызуымыз керек. Ол өзінің ауырлық күші бар. Жердің тартылыс күші немесе салмағы деп атаймыз. Және жоғары қарай нормаль күш бар, реакция күші бар. Лифтінің полы бар, сол полы жоғары қарай n деген күшпен әсер етеді. Және біз білеміз, бұл дене төмен қарай А-мен түсіп келе жатыр. Демек, жердің тартылыс күші, ауырлық күші, реакция күшіне, нормаль күшіне үлкен. Сол үшін төмен қозғалып бара жатыр. Тең болады ma. Мынау бізде қорытынды күш. Мынау ma Ньютонның екінші заңын жаздық. Немесе былай бастасақ болады. F тең ma, F деген қорытынды күш, ауырлық күші, азайтылған реакция күші немесе норма күші дейді. Осы жерден n-ді табуымыз керек. N тең болады ауырлық күші азайтылған ma. Осы жерден
массаны жақшаға шығаруға болады. Массасы 70 килограмм, 10 азайтылған 0,8. Осы жерден жауап шығады 70 көбейтілген 9'da 9,2. 644 Ньютон болады екен. Жауабы бұл. Енді Ньютонның үшінші заңына келейік. Үшінші заңы екі дененің бір-бірімен әсерлесу кезіндегі күштер бір түзу бойында модулі жағынан бірдей және бағыты жағынан қарама-қарсы. Яғни бұл реакция күші деп айтсақ болады. Бұның әртүрлі жағдайда кездесіп жатады. Мысалы, екі дене бар, екі денеге жіпке байланған. Мысалы, сол жақта денені жіп Т деген күшпен оңға тартады. Дәл сол жіптегі күш, өткен бір жіп болғаннан кейін, оң жақта денені солға тартады. Мына формуладағы теріс таңба ол негіз бағытын білдіреді. Екі күш бірін-біріне қарсы екен. Мысалы, жер мен айды алайық. Білеміз, жер мен айдың арасында тартылыс күші бар, иә? Бүкіл әлем тартылыс күші. Екеуі бірін-бірін бірдей күшпен тартады. Бірақ бағыттар қарама-қарсы. Бірдей күшпен тартады, бірақ бағыттар қарама-қарсы. Сол үшін формулада теріс таңбасы қойылады. Мысалы, есеп 8-ші есеп. Арқан тарту ойынында әр топ арқанды өзіне 5000 ньютон күшпен тартады. Арқанның керілу күші дейді. Мысалы, мына жерде оң жақтағы командадағы адам жіпті тартып тұр, мынау сол жақ екінші командадағы адам жіп тартып тұр. Енді біз мысалы тек қана сол жақтағы команданы қарастырайық. Бұл кісіге қандай күш әсер етеді? Бұл кісіні жіп оңға қарай тартып жатыр, бір Т деген күшпен. Және осы Т деген күш 5000 ньютон екен. Енді оң жақтағы кісіні қарастырайық, оны жіп керісінше сол жаққа тартып жатады, және ол күште 5000-ге тең. Негізі екеуін тартып жатқан бір жіп. Жіптегі күш демек 5000 ньютон болады. Жіптің барлық жерінде күш 5000 ньютон болады. Бір жағы оны оңға тартып жатыр, бір жағы солға тартып жатыр. Бірақ жіптің барлық жерінде күш бірдей болады. Және ол сол 5000 ньютонға тең болады. Осы Ньютонның үшінші заңын қолданып түсіндірсеңіздер болады. Енді бүкіл әлемдік тартылыс заңына келейік. Тартылыс күші деп айтып жатамыз. Неге бұл бүкіл әлемдік деп айтады? Негізі бұл күш кез келген екі дененің арасында пайда болады. Бірақ денелердің салмағы, массасы аз болғандықтан бұл күшті ескермесек болады. Өте аз күш шығады, сондықтан ол ескермесек болады. Мысалы, мен отырмын, мен қасымда компьютер бар, планшет бар, кітаптар бар. Солардың арамызда да, біздің арамызда бүкіл әлемдік күш бар, тартылыс. Бірақ ол менің салмағым және ол кітаптың, компьютердің, телефонның салмағы салыстырмалы түрде өте аз болғандықтан ол күшті біз ескермесек болады. Біз оны сезбейміз. Бірақ үлкен денелер туралы әңгіме қозғалған кезде, мысалы жер мен ай, күн мен жер деген кезде бұл күшті ескеру керек. Мысалы М1 деген ғаламшар бар, М2 деген ғаламшар бар. Осы екеуінің екі ғаламшардың арасында тартылыс күш болады. Бірін-бірін тартады. Ньютонның заңы бойынша екеуі бірін-біріне қарсы болады, бірақ модуль жағынан, сан жағынан тең болады. Осы күш мына берілген формулада беріледі. Біз үлкен Ж дегеніміз ол гравитациялық тұрақты, ол тұрақты сан 6,167, оның минус 11 деген тұрақты сан. Және бірінші дененің массасын көбейтеміз екінші дененің массасына, және бөлу керек екі дененің ара қашықтығы. Бұл жердегі ара қашықтық әрине екі ғаламшардың, екі заттың центрінен бастау керек. Центрінен бастайды. Ғаламшарлардың, планеталардың массасы өте үлкен болғандықтан, ол күшті ескеруіміз керек, ол үлкен күш болып табылады. Өйткені салмақтар өте үлкен, массалар үлкен. Осыған қатысты мысалы жердің бетінде әртүрлі заттар бар, адамдар бар, машиналар бар, денелер бар, массалар әртүрлі, М1 болсын, М2 болсын, М3 деген зат бар. Осы заттардың, денелердің барлығын жер өзіне тартып тұрады. Жердің массасы үлкен М болсын,
жер мен мына үш дененің арасында ара қашықтық ол барлығы бірдей жобамен, ол жердің радиусына тең. Енді бірінші денеге әсер ететін күшті есептейік. Ол гравитациялық тұрақты, жердің массасы және бірінші дененің массасы. Бөлеміз екеуінің арақашықтығы әрине r квадрат. Екінші денеге әсер ететін күшті жазайық. Гравитациялық тұрақты, жердің массасы, екінші дененің массасы және жердің центрінен бастаймыз әрине. Жер мен дененің арасында қашықтық қайтадан жердің радиусы болады жобамен. Енді қараңыздар. Бұл жерде екі дене үшінде мына формуланың мына бөлігі ортақ. Сол үшін бұл сандар қандай? Гравитациялық тұрақты нөлдері көп сан, жердің массасы да ол да үлкен сан, жердің радиусы да үлкен сан. Бұның квадраты бар әрине. Бұны қайта-қайта әр есеп шығарған сайын есептеу ол ыңғайсыз бізге. Уақыт жолтамыз. Сол үшін бірақ барлық заттар үшін, жер үшін мысалы бұл тұрақты, жердің гравитациялық тұрақты, жердің массасы, жердің радиусы ешқашан өзгермейді. Сол үшін оны бір есептеп қояды. Жобамен ол тең болады екен 9,8. Бұл біз білетін еркін түсу үдеуі негізі. Сондықтан қайта-қайта жаза бермеу үшін қысқаша түрде М1Ж, М2Ж деп жазуға болады. Біз және осыны үйреніп қалғанымыз тікелей осыны жазып қолдана береміз. Негізі бұл бүкіл әлемдік тартылыс заңынан пайда болады. Енді 9-шы есепті шығарып көрейік. Егер денеге әсер ететін ауырлық күш 49 ньютон болса, онда дененің массасы дейді. Ауырлық күш деген білесіздер, ол біздің mg. Оны ағылшынша weight дейді, сондықтан W символын қолдануға болады. Осы салмақ ауырлық күші 49-ға тең, массасы белгісіз, еркін түсу үдеуі жердің 9,8 деп қолданылады екен. Осы жерден масса тең болады 49 бөлінген 9,8, ол 5 килограмм. 5 килограмм деген жауап шығады. Бұл жерде жауабы Б. 10-шы есеп. Шексіз ортада центрлерінің арақашықтығы 20 см. Центрлерінің арақашықтығы 20 см. Екі шар орналасқан. Көлемдері 20 см куб және 40 см куб, ал тығыздықтары 1000 және 2000. Осы шарларға әсер ететін күш дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде өте маңызды. Көлемдер сантиметр арқылы берілген, арақашықтық сантиметр арқылы берілген, бірақ тығыздығы метр килограмм, метр куб килограмм. Сондықтан бұлар бір өлшем бірлікке әкелуіміз керек. Сол кезде есеп қатесі шығады. Бүкіл әлемдік тартылыс күші үшін бізге массалар керек. Сол үшін мен бірінші массаны тауып аламын. Бірінші дененің массасы m1 деп белгіленген, ол v1 көбейту оның тығыздығы, өзінің көлемі және өзінің тығыздығы. Оның көлемі 20 сантиметр куб, 10 метр кубқа айналдырсақ, ол оның минус 6 дәрежесі. Тығыздығы 1000 дейді. Осы жерде неше шығады бізде? Мына жерде 3 0 бар, 4 0 бар, минус 2 болып қалады. Сонда 2 10 минус 2 килограмм. Екінші дененің салмағы өзінің көлемі және көбейтеміз өзінің тығыздығына. Оның көлемі 40 сантиметр куб, 10 метр кубқа айналдырамыз. Минус 6 болады және тығыздығы 2000. Осы жерден бізде шығады 3 0, 4 0. Мына жерден минус 6 мен қысқарады, минус 2 дәрежесі қалады. Сонда 4 көбейту 2, 8, оның минус 2 килограмм шығады. Енді күшті есептейік. Күш ол гравитациялық тұрақты, бірінші дененің массасы, екінші дененің массасы бөлеміз арақашықтығының квадратына. Гравитациялық тұрақты 6,167, оның минус 11. Біріншісінде 2 оның минус 2-сі, 8 оның минус 2. Бөлінген арақашықтық қайтадан 20 сантиметр. Метрге айналдырсақ, ол 0,2 шығады. Немесе 2 оның минус 1 дейік, және оның квадраты. Квадраты бол керек формула бойынша. Осы есепті енді шығарамыз. 6,67 көбейтілген 2 көбейтілген 8 көбейтілген оның дәрежелерімен біріктірейін. Минус 11 азайтылған 2 азайтылған 2 болады. Бөлінген мына жерде 4 оның минус 2 дәрежесі шығады. Енді біз
дәрежелеріне әзір мән бермей, мынаны бір есептеп көрейік. Бір жауабы тез шығуы мүмкін. 4 пен 8 қысқарады, 2 қалады. 2 көбейту 2, 4 көбейтілген жобамен 6-да 7-ге көбейтсек, неше шығады? 6-да 7 көбейтілген 4, ол 28-ге жақын. 28-ге жақын, ондай жауап біз тек қана Б-да бар екен. 2-де 7, 2-де 8, қалғандары жақындамайды, ешқайсысы жақын келмейді. Демек, бұл жерде бірден Б деген жауап белгілесеңіздер болады. Есептеп көрейік. 6-да 67 көбейтілген 4, оның жоғарыда минус неше дәрежесі болады? 4 минус 15, астында минус 2 бар. Минус 2 бар. Азайтылған азайту минус 2 тең болады минус 13 жоғарыда. 6 мен 4 көбейтсек, ол 6 мен 4 көбейтсек, 6-да 6 жобамен неше шығады? Көбейтілген 4. 2-де 6, 2-де 7-ге 27 шығады бұл жерде. 27, 10-ның минус 13-і. Осыған ең жақын жауап ол Б. 2-де 7 минус 12. Бір үтірді жылжытқан жауап бұл болады. Келесі есеп 11. Массалары 1 кг шарлар R қашықтықта гравитациялық тартылыс F күш әсер етеді. Массалары 2 және 1 шарлар осында R қашықтықта әсер ететін гравитациялық күш дейді. Бірінші жағдайда F неге тең? Ол Ж көбейтілген бірінші массы 1 кг, екінші массы 1 кг R квадрат. Немесе мынандай бір теңдеу шығады. F тең Ж бөлінген R квадрат. Екінші жағдайда F1 деп белгілейік оны. Массасы 2, 1, арақашықтық өзгермейді. Сонда 2 көбейтілген Ж бөлінген R квадрат. Мынаны біз білеміз, ол F-ке тең. Сонда F1 күш 2 есе көбейеді деп айтуға болады. 2F жауап Д. Келесі есеп 12-ші есеп. Белгілі бір арақашықтықта массалары бірдей денелер өз ара тартылады. Егер бір дененің массасын 200 кг-ға арттырсақ, олардың тартылыс күші 3 есе артады. Сол арақашықтықта. Арақашықтық өзгермейді, бірақ біреуінің массасын 200 кг-ға арттырады. Денелердің бастапқы массасы мәні дейді. Бірінші жағдайда ол F болса, гравитациялық тартылыс тұрақты көбейту M көбейту M, өткен массалар бірдей, бөлінген R квадрат. Екінші жағдайда дейді, 3 есе артады дейді, демек 3F болады. Қай жағдайда? Біреуінің массасын 200-ге арттырған кезде. Біреуінің ғана массасын арттырады, бірақ арақашықтық өзгермейді. Енді қараңыздар, F-тің орнына мынаны әкеліп қойсақ, 3 көбейтілген теңдеуді шығарамыз. Тең болу керек. M қосылған 200, M бөлінген R квадрат. Енді қысқаратын нәрселер бар бұл жерде. Арақашықтық қысқартамыз, бір массаны қысқартуға болады, гравитациялық тұрақтың қысқартуға болады. Сол кезде бізде қалады сол жақта 3 көбейту M, оң жақта M қосылған 200. 2M тең болады 200, немесе M тең болады 100 кг. Бұл есептің жауабы 100 болу керек. А деген жауап. Жалғастырайық. Осыған қатысты тақырып ғарыштық жылдамдықтар. Біз білеміз көп есептер. Бірінші ғарыштық жылдамдық, екінші ғарыштық жылдамдық деген бар. Көбінесе ұбт-да оны дәлелдеп жатпайды, сан мәнін жаттап алады және теңдеуі берілген. Бұны біз дәлелдейік қысқаша. Бірінші ғарыштық жылдамдық дегеніміз не? Ол жердің орбитасы. Орбитасымен бір айналып жүретін бір серік қылу керек, бір затта. Енді қарайық, жеріміз болсын. Минимум жердің бетіне тимей, денеміз осылай айналып жүрсе, жердің бетіне енді міне тиеді, 1 метр қашықтық биіктікте айналып жүр деп елестейік. Осы жағдайға жеткізу үшін қандай жылдамдық беру керек басында денеге? Енді бұл айналмалы қозғалыс, шеңбер бойымен. Радиусы минимум жердің радиусына тең болу керек, жерге тимей айналып жүру үшін. Бұл жерде не бар? Жылдамдығы бар.
жер серігіне уже серік болып кетеді спутник. Оған жердің тартылыс күші бар, және центрге тартқыш үдеу бар. Демек, бүкіл әлемдік тартылыс күші ғана әсер етеді ол денеге. Тең болу керек м-ға. Бұл жерде а центрге тартқыш күш үдеу, ал күшіміз болса бүкіл әлемдік күш болып табылады. Гравитациялық тұрақты жердің массасы, дененің массасы немесе спутниктің бөлеміз r квадратқа. r квадратқа тең болу керек дененің массасы және центрге тартқыш үдеу, ол бізде v квадрат бөлу r. Бәріміз білеміз. Осы жерден қысқартамыз. Дененің массасы қысқарады, бір арақашықтық қысқарады. Соңында шығатын жауап v квадрат тең болады gmr. Немесе v тең болады түбірасты gmr. Мынау дегеніміз міне. Біз жаңа ғана дәлелдедік. Осындай жылдамдықты беретін болсақ, денеге бастапқы жылдам осыған тең болса, ол жердің серігі болып кетеді екен, спутнигі болып кетеді. Бірінші ғарыш жылдамдық деген осы. Екінші ғарыш, осыған есеп шығарайық. ұбт-да кездесетін көп есептер, ол тұрақты жаттап алатын сұрақтар. Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық, ол бірінші ғарыш жылдамдық. Жобамен ол жаңа шығардық 7,9. Жобамен 8 км секундпен қозғалу керек екен. Екінші ғарыш жылдамдық дегеніміз не? Ол жердің тартылыс әсерінен шығару үшін қажетті минимал жылдамдық. Яғни жердің тартылыс әсерінен құтылып кетіп қалу керек алысқа. Жерден құтылып кету үшін қандай жылдамдық беру керек? Бұны энергиямен шығарамыз. Жердің бетінде оның кинетикалық энергиясы болады. Бос энергия қажет те болуы мүмкін, қажет болмауы да мүмкін. Мен қысқаша тезірек түсіндіріп берейін. Энергияның сақталу ережесімен шығады. Бастапқы кинетикалық энергия және потенциалдық энергия бар. Бүкіл әлемдік денелер үшін, үлкен денелер үшін потенциалдық энергия теріс таңба болады. Гравитациялық тұрақты, екі дененің массасы және екі дененің арақашықтығы. Бұл жердің бетіндегі дененің потенциалдық энергиясы болып саналады. Бұл басында. Енді өте алыста, жерден құтылған кезде арақашықтық өте алыс, демек потенциалдық энергия ескермеуге болады, нөлге тең болады. Және ол как минимум ең азынан оның жылдамдығы 0 болу керек. Ары қарай өзі емін еркін кетеді. 0 деп есептейміз. Осы жерден, осы теңдеуден бізде мынандай өрнек пайда болады. Массалар қысқарады. Осы жерден жылдамдық көріп тұрсыздар 2 гравитациялық тұрақтық масса радиус түбірасты. Мынаны біз дәлелдедік. Жер үшін ол жобамен 11,2 оның 3 дәрежесі метр секунд екен. Немесе жобамен 11 км секунд. Осылай жылдамдығы болса дененің жер бетінде, ол жерден алыстап құтылып кетеді екен. Қайтадан жерге келмейді. Басқаша айтсақ, энергияның сақталу заңынан пайда болады. Бастапқы кинетикалық энергия, қосылған бастапқы потенциал энергия, осыны білсеңіздер есеп шығады. Үйкеліс күші, кедергі күші, басқаша айтсақ, үйкеліс күші білесіздер, ол қозғалысқа қарсы. Бір дене оңға қозғалып бара жатса, үйкеліс күші солға бағыт алады. Үйкеліс күші мынау жылдамдық болсын, оңға қозғалып бара жатса. Үйкеліс күші қай кезде пайда болады? Ол негізі көп жерде бар. Бірақ бұл жерде айтқымыз келіп тұрған үйкеліс күшіміз екі дененің арасындағы күш. Екі дене бірін-біріне тиіп тұрса, және екеуі бірін-біріне қатысты қозғалып жатса, немесе сырғанап жатса, сол кезде үйкеліс күші пайда болады. Мына теңдеуді барлықтарыңыз білесіздер, бірақ бұл үйкеліс күшінің ең жоғарғы мәні, былайша айтқан кезде, бұдан көп бола алмайды. Үйкеліс күшіміз, үйкеліс коэффициент көбейтеміз нормал күш, немесе реакция күші деп атаймыз. Бұл нормал күш әрқашанда жазықтыққа 90 градус болады, оны ұмытпау керек, 90 градус болады. Көп жағдайда дене горизонталь жазықтықта жатса, тұрса, онда n неге тең болады? Ауырлық күшіне тең болады, мынаған өткен басқа күш жоқ ол жерде. Көп жағдайда. Бұл үйкелістің ең үлкен мәні, бұдан аз да болуы мүмкін. Мысалы, 14-ші есепті көрейік. Массасы
20 кг ағаш білеушені үйкеліс коэффициенті 0,25 тақта еденнің бетінде тұрақты жылдамдықпен қозғау үшін жұмсалатын күш. Денеміз жазықтық бар. Ол жерде бір дене орналасқан. Бұны оңға қарай мысал F күшімен, қандай F-пен тарту керек? Бұл дене тұрақты жылдамдықпен қозғалсын. V тұрақты болу керек. Яғни бұны ұмытпаңыздар, жылдамдық тұрақты болса, үдеу бізде 0-ге тең болады. Үдеу болмайды. Жылдамдығы көбеймейді, азаймайды. Енді бұл денеге F күшімен тарту керек оңға қарай, солға қарай үйкеліс күші бар. Ньютонның екінші заңына сүйенсек, қорытынды күш тең болу керек масса көбейтілген үдеу. Бұл жерде қорытынды күш суретте көріп тұрғаныңыздай F азайтылған үйкеліс күші, үйкеліс күші тең болу керек ма. Бірақ бұл жерде үдеу 0-ге тең болғаннан кейін оң жағының барлығы 0 болады. Сонда біз мынандай формулаға бізде мынандай формула пайда болады. F тең үйкеліс күші. Енді үйкеліс күші бұл жерде қозғалғаннан кейін, сырғанап жатқаннан кейін максимум мәніне жеткен болып табылады және формуланы қолданамыз. Үйкеліс коэффициент көбейту нормал күш. Бұл жазықтықта горизонталь жазықта жатқаннан кейін нормал күш ол ауырлық күшіне тең, mg-ға тең. Сонда F тең болады, коэффициент 0,25-ке тең, массасы 20-ға тең, еркін түсу үдеуі 10-ға тең. Осы жерден жауабы неше шығады? Жауабы 50 ньютон шығады. А деген нұсқасы бар екен. Серпімділік күш немесе Гук заңы деп те айтып жатады. Бұл пружина дейміз. Пружинада пайда болатын күштер. Емін еркін жатқан пружинаны соссақ немесе қысатын болсақ, пружина теріс бағытта біз итереді. Сол итеретін күшті мынаған тең негізі К көбейту X. Бұл жерде К деген пружинаның қатаңдығы, X деген ол пружинаның қаншалықты созылғаны, немесе қаншалықты сығылғаны. Бұл жерде теріс таңбасы қайтадан күштің бағытын білдіреді. Ньютонның үшінші заңына сәйкес теріс бағытта итеретін болғандықтан теріс таңбаны қойған. Негізі бұл күштің модулі тек қана К көбейтілген X, және ұмытпаңыздар, X деген ол пружинаның ұзындығы емес, ол қаншалықты созылғаны, немесе пружинаның қаншалықты сығылғаны. Есептер шығарып көрейік. 15-ші есеп. Серіппеге ілінген массасы 3 кг жүк, оны 1,5 сантиметрге созады дейді. Егер сол серіппеге 4 кг жүк ілінсе, онда оның созылуы. Пружинаға бір жүк ілген кезде әрине ол созылады. Бірінші суретте ол емін еркін тұрған кезде ешқандай күш әсер етпейді. Бір жүк ілген кезде ол біраз созылады. Сол бірінші жағдайда ол 1,5 сантиметр дейді. Созылып ол бір жерде тоқтайды. Қай кезде тоқтайды? Ауырлық күші төмен қарай әсер ететін, яғни mg дейміз. Сол пружинаның кері тартатын серпімді күшіне тең болу керек, яғни kx деген. Теріс таңбасын жазбаймын, өйткені мен бағытын сызып қойдым суретте жоғары қарай. Тоқтайтын жағдайы, тепе-теңдікке келетін жағдайы мынандай болу керек. Осы кезде ғана тепе-теңдікте болады. Яғни 3 кг 10 тең болады К көбейту 1,5 сантиметр, ұмытпаңыздар. Метр арқылы жазуымыз керек, оның минус 2. Екінші жағдайда да 4 кг ілген кезде де дәл осы теңдеуді жазамыз, өйткені ол кезде де тепе-теңдікке келеді, жетеді. Бірақ ол кезде өзі басқа ұзынырақ созылады. Ол түсінікті. 4 көбейту 10 тең болады дәл сол пружина, бірақ ол x сантиметрге созылады. Осы екі теңдеуді құрастырып біз жауабын таба аламыз. Мысалы бөлетін болсақ, 10-дар қысқарып кетеді, 10-ның минус 2 дәрежесі қысқарады, пружинаның тұрақтысы қысқарады. Сонда 3 бөлінген 4 тең болады 1,5 бөлінген x. Осы жерден x тең болады 2 сантиметр шығады. Яғни 2 сантиметрге созылады. Созылады екен. 16-ші есеп. Бұл жерде 2 пружина берілген, біреуінің қатаңдығы К, екіншісі 2К, бір-біріне параллель қосылған екен. Тепе-теңдік күйінде жүктің төмендеу арақашықтығы, яғни неше сантиметрге, неше метрге созылады дейді. Енді қараңыздар.
Суретте көргеніңіздей екі пружина бірдей созылады. Бірдей созылады. Мысалы x-ке созылды. Осы x-ті бізге табу керек. Демек, бірінші пружина жоғары қарай kx деген күшпен тартады, және екінші пружина 2kx деген күшпен тартады жоғары қарай. Осы екі күштің қосындысы дененің ауырлық күшіне тең болу керек. Сол кезде 3kx тең болады mg-ға, осы жерден x тең болады mg бөлінген 3k. Осы жауапты іздейміз. Жауаптардың арасынан Е деген жауап бар екен. Қатты денелердің қысымы. Қатты қысым деген нәрсені білесіздер. Енді сұйық бар, газдар бар, қатты дене. Қатты денеге келетін болсақ, бір көлем, бір ауданға әсер ететін F деген күш әсер етсе, бұның ауданы S болса, бұған күш түсіретін қысым F бөлінген аудан болып табылады. Оның паскальмен есептелінеді. Өлшем бірлігі, бұны бәріміз білеміз. Есеп шығарып көрейік. 17-ші есеп. Массасы 5,4 тонна. Трактордың әр табанының ауданы 0,75 метр квадрат екен. Шынжырларына түсіретін қысым. Енді қараңыздар, жалпы трактордың екі дөңгелегі бар, шынжырдан жасалған. Әрқайсысы 0,75 болса, ал шынжырға қандай күш әсер етеді? Ол трактордың салмағы, ауырлық күші, mg немесе қысым тең болады. Қысым тең болады күш бөлінген аудан. Бұл жердегі күш ол трактордың өзінің ауырлық күші, бөлеміз ауданға. Бұл жерде екі шынжыр бар, оны ұмытпау керек. Массасы 5,4 тонна болса, ол 5400 килограмм. Оныға көбейтеміз. Жалпы ауданы ол 2 көбейту 0,75 болады. Дұрыс өйткені екі шынжыр бар. Осы жерден жауабы неше шығады? 5400 оныға көбейтеміз, бөлеміз 1/5-ке. 36.000 паскаль шығады екен. Немесе бұл жауабына сәйкес келетін жауаптар Б болады. Б сәйкес. Келесі Юнг модулына келейік. Бұл гук заңына ұқсас. Гук заңында пружина, яғни жұқа бір сым, сферический формасы бар, сфералық формасы бар. Сол кезде оны кері тепкіш күш пайда болады. Енді Юнг модулында ол кез келген бір материалды аламыз. Мысалы, сым болсын, цилиндр пішіндес. Бұған да күш әсер етсек, бұл созылуы мүмкін. Созылады, бірақ әрине пружина сияқты ұзын болып созылмайды. Бірақ белгілі бір мөлшерде ұзындығына байланысты, жасалған материалына байланысты ол созылады. Осыған қатысты Юнг модулы дейтін Юнг модулына сәйкес теңдеуіміз бар. Дельта L дегеніміз ол осы материалымыз, сымымыз қаншаға созылды, қанша сантиметрге. Мысалы, мынаны біз дельта L деп белгілейік, созылғаны. Ал L дегеніміз формуладағы ол бастапқы ұзындығы. Сонда дельта L бөлінген L бізде стержен деп атайды. Мынаны мысалы стерженнің салыстырмалы ұзындығы қаншаға созылған. Әрине бұл неге тәуелді? Ол ауданына тәуелді, бұл сымның, стерженнің. Бұл қандай материалдан жасалған, соған байланысты, және қандай күшпен әсер етеді, соған да байланысты. Бұл жерде күшті мына бағытта әсер етеміз. Созылу үшін осы күш бөлеміз Юнг модуліне, және тағы да бөлу керек ауданына. Юнг модуль дегеніміз не? Юнг модуль дегеніміз негізі, мысалы, пружинада гук заңы үшін kx деген формуланы қолдандық. Бұл жерде k деген қатаңдық. Негізі қатаңдық дегені ол пружинаның қандай материалдан жасалғанын, қандай формада, қанша сантиметр радиус, метр радиуста оралғанын білдіреді негізі. Сол сияқты бұл жерде бұл стерженнің материалына байланысты, негізге структурасына байланысты, химиялық деген сияқты. Атомдардың орналасқанына байланысты. Қысқаша бұны Юнг модуль дейміз. Темірдің өзінің тұрақтысы бар, Юнг тұрақтысы, алюминнің, алтынның деген сияқты.
Немесе бұны басқаша былай да жазуға болады. Механикалық кернеу арқылы сигма деп атайық, оны бөлеміз юнг модуліне. Механикалық кернеу негізі ол неге сәйкес келеді? Қысым деп атасақ болады. 1 сантиметр кубқа немесе метр квадратқа әсер ететін күш, қысым. Яғни осы теңдеуді негізі есте сақтау керек. Осыған байланысты есептерде кездесіп жатады. Мысалы, 18-ші есеп. Салыстырмалы ұзару 0,08, демек делта L бөлінген L-іміз тең болады 0,08 екен. Болатын мыс сымның механикалық кернеу, яғни сигма. Естеріңізде болса, делта L бөлу L салыстырмалы ұзару, ол тең болады механикалық кернеу қысым бөлінген юнг модулі. Осы жерден механикалық кернеу ол тең болады салыстырмалы ұзару көбейтілген юнг модулі, яғни 0,08 көбейтілген 70/9 дәрежесі. Бұл жерде 8 мен 7-ні көбейтсек 56-дан басталатын бір сан пайда болады. Егер жауаптарына қарасақ 5,6 ғана сәйкес келеді. Ары қарай шығарудың қажет жоқ. Тез осылай шығаруға болады екен. Келесі күш моменті. Күш моменті дегеніміз не? Күш моменті деген ол күш көбейтілген иіннің ұзындығы. Былайынша айтсақ, мысалы, есікті ашқан кезде есікті ұстайтын тұтқасы неге есіктің ең шетінде тұрады? Өйткені адам есікті ашқан кезде аз күш жұмсау арқылы есікті ашу мақсатында, демек, мынандай күш, демек, мына иіннің ұзындығы өте маңызды. Иіннің ұзындығы ұзын болған сайын біз аз күш жұмсаймыз, аз энергия жұмсайды екенбіз. Сондықтан күш пен иіннің ұзындығын көбейтіндісі бір физикалық шаманы береді. Оны біз күш моменті дейміз. Күш моменті көп болса, үлкен болса, ол кезде бір затты, бір стерженді, бір денені айналдыру оңай болады екен. Және бұны біз тепе-теңдікке байланысты есептерді шығарған кезде қолданамыз. Тепе-теңдіктің екі шарты бар. Бірінші шарты денеге әсер ететін барлық күштердің қосындысы нөлге тең болу керек. Тең әсерлі күш нөлге тең болу керек. Немесе қорытынды күш нөлге тең болу керек. Ол түсінікті. Сол кезде зат дене қозғалмайды. Екінші шарт денеге әсер ететін күш моменттері, жаңа жоғарыда айтқан М деп белгілеген физикалық шама, барлық күш моменттердің қосындысы нөлге тең болу керек. Сол кезде дене тепе-теңдікте тұрады екен. Мысалы, былай алайық, мынандай рычаг бар, стержен бар. Стержен бар, оған екі күш әсер етеді. Сол жағынан F1, оң жағынан F2. Былайынша айтсақ, F1 деген күшіміз осы стерженді сағат бағытына теріс айналдырысы келіп тұр. F2 болса сағат бағытында айналдырысы келеді. Қай жағдайда бұл стержен тепе-теңдікте тұрады? Егер күш моменті бірдей болса. Бұл жерде екі күш моменті бар, өйткені екі күш бар. Екеуінің бірін-біріне тең болса, өйткені екеуі қарама-қарсы, біреу сағат бағытында, біреу сағатқа қарсы бағытта айналдырысы келеді. Демек, екі күш моменті тең болуы мүмкін. Тең болған кезде бұл стержен тепе-теңдікте болады. Яғни F1 көбейту D1 тең болады F2 көбейту D2. Есеп шығарып көрейік. 19-ші есеп. Суреттегідей рычаг берілген, ол тепе-теңдікте тұр. Демек, күш моменттері бірін-біріне тең. Рычагтың қысқа иіні, демек, мына жері бізде 20 сантиметрге тең екен. Онда оның жалпы ұзындығы. Бізге мына жалпы ұзындықты табу керек. Ол үшін мен бірінші рычагтың ұзын иінінің ұзындығын тауып алайын, оны мен X деп белгілейін. F-тің күш моменті бар, ол сағат бағытында айналдырысы келеді, оны М1 дейік. Одан кейін 5 кг жүк, оны рычагты сағат бағытына қарсы бағытта айналдырысы келеді, оны М2 дейік. Біз білеміз, М1 мен М2 тең болған жағдайда ғана бұл жүйе тепе-тең күйінде тұрады, айналмайды яғни. М1 деген ол F-тің күш моменті, яғни F көбейтілген X. М2 деген ол жүктің
күш моменті, яғни бұл жерде ауырлық күшін қолдануымыз керек. mж көбейтеміз x2 дейік, ол 20 сантиметр. F-іміз 25, x белгісіз, 5 килограмм, еркін түсу үдеуі 10-ға тең, x2 20 сантиметр. Сантиметрмен біз шығара берейік. 5 пен 25 қысқарса, мына жақтан 5 қалады, 5 пен 20-ны тағы да қысқартсақ 4 болады. Сонда x тең болады 10 көбейтілген 4, яғни 40 сантиметр. Бұл рычагтың ұзын иіні, қысқасымыз ұзын жағы. Біздер сұрақ жалпы ұзындығы, яғни жалпы ұзындығы қысқа жағы 20 сантиметр, ұзын жағы 40 сантиметр, жалпы 60 сантиметр болу керек рычагтың ұзындығы, яғни жауап С болып табылады. Тағы бір есеп, иін тіректің үлкен иіні 20 сантиметр, кіші иіні 5 сантиметр. Үлкен иіне 10 күш әсер етті. Иін тіректің тепе-теңдік ұстау үшін кіші иіне түсірілген күш, яғни бірінші күш момент пен екінші күш моменті тең болу керек. Қысқа жақтағы күш көбейтілген сол қысқа жағының иіні ұзындығы тең болу керек. Ұзын жақтағы күш пен ұзын жағының иіні, ұзындығы. Сонда бізде үлкен жақта 10 ньютон, оның иіні 20 сантиметр, кіші жақтағы күш белгісіз, ол жақтың иіні 5. Сонда жауап шығады, 10 мен 5 қысқартатын болсақ 2 көбейту 20, F2 40 ньютон болу керек екен. Жауабы Д. Д нұсқасы дұрыс болып табылады. Енді блоктарға келейік. Блоктың екі түрі бар, қозғалатын және қозғалмайтын. Біріншісі қозғалмайтын блок. Бұл жерде шатастырмау керек. Қозғалмайтын блок басқа, айналмайтын блок басқа. Бұл жерде екі жағдайда да блок айналады. Тек қана қозғалатын бар, қозғалмайтын бар. Қозғалмайтынның суреті мынандай болады. Блок ілініп тұрады, блоктың өзі қозғалмайды, тек қана айналып тұрады. Бұл жағдайда екі жақтағы күш бірін-біріне тең болу керек. Тең болған жағдайда, мысалы, блок айналмайды. Мысалы, мына жерде F күшпен затты денені ұстап тұру үшін қандай күш керек, мысалы. Бұл жерде түсінікті. Мына денеге әсер ететін жіп бар, ол жіптің барлық жерінде күш F, өйткені жіптің салмағы жоқ деп есептейміз. Демек, мына жерде де күш F болады. Тепе-теңдікте тұру үшін F тең болу керек ауырлық күшіне, дененің ауырлық күшіне тең болады. Осындай күшпен ұстау керек, денені бір қалыпты ұстау үшін, мысалы. Бұл қозғалмайтын блок болып саналады. Есеп шығарып көрейік. 21-ші есеп. Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің ұштарына массалар 5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктарды арасына тепе-теңдік кезіндегі бұрыш 120 болу үшін жіпке ілінген жүктің массасы. Яғни суреті мынандай болады. Екі блок бар. Екеуі де қозғалмайтын блок. Жіп арқылы екі жүк ілінген. Ортасы қосылған. Және мына жерге тағы да қандай жүк болу керек? Қандай жүк болған кезде бұл жүйе тепе-теңдікте болады, және мына жерлер 120 градус болу керек, барлық жағы. Есептің шарты бойынша. Мына жерде бізде 5 килограмм бар. Мына жерде де 5 килограмм бар. Тепе-теңдікте болу үшін ортадағы жүктің салмағы қанша болу керек? Бұл өте оңай сұрақ. Мына жерде бұрыштарға қарасаңыздар, үшеуі де бірдей. Мына жіптегі күш ол 50 ньютон болады мына жерде. Неге? Өйткені мына жіп барлығы 5 килограммды ұстап тұр. Бұл 5 килограммның ауырлық күші ол 50 ньютон, мж арқылы есептеген кезде. Демек, мына күштің барлығы 50 ньютон, мына жақта да төменгі қарай салмағы ауырлық күші 50 ньютон. Демек, оны ұстап тұрған жіптегі күштердің барлығы да 50 ньютон. Мына нүктені 50 ньютонмен жоғары көтеріп тұр. Қараңыздар. 50 ньютон, аралардың бәрі 120 градус болса, демек, мына жерде де 50 ньютон болу керек. Тепе-теңдікте болу үшін. Логикалық сұрақ деп есептесек болады. Демек, бұлда 5 килограмм болу керек.
Енді қозғалатын блокқа келейік. Қозғалатын блок, оны былай түсіндіруге болады. Міне, F деген күш әсер етсе, мына блок қозғалады, айналады және қозғалады, жоғары немесе төмен. Осындай жүйені біз қозғалатын блок деп айтамыз. Мына жерде бір жүк іліп қоюға болады, есепке байланысты шығарамыз. Мысалы, мына жүкке қанша күш әсер етеді? Жоғары қарай 2 жіп ұстап тұр. Былайынша қарасақ, жалпы алыстан қарасақ, мына жүкті 2 жіп жоғары көтеріп тұр. Демек, 2F жүктің ауырлық күшіне тең болу керек астыға қарай. Сол кезде бұл жүйе тепе-теңдікте болады. Егер 2F ауырлық күшіне көп болса, онда жүгіміз біздің жоғары қозғалады. Егер 2F ауырлық күшінен аз болса, ол кезде жүйе төмен қозғалады. Осындай логиканы қолданып есептерді шығаруға болады. Мысалы, 22-ші есепті көрейік. Жылжымалы блоктың салмағы 20 ньютон. Блоктың өзінің салмағы бар екен. Егер жіптің бос ұшына 210 ньютон күш түсірсе, онда оның көмегімен көтерілген жүктің массасы дейді. Бірінші суретін сызып алайық. Мына жерде 210 ньютон бар. Мынаның өзі 20 ньютон. Және мына жерде бір жүк бар, Бұл жерде жүк бар. Енді қараңыздар. Бұлай сызсақ болады. Бұл жүйені жоғары қарай 2 жіп арқылы ұстап тұр. Біреуі мына сол жақтағы жіп, екіншісі оң жақтағы жіп. Екеуі де жоғары қарап тұр. Демек, 2 көбейту 210 ньютон күш бұл жүйені тепе-теңдікте ұстай алады. Ал бұл 2 жіп нені көтеріп тұр? Ол 20 ньютон блоктың салмағы бар, және бір жүкті. Қанша жүкті ұстап тұра алады? Сондықтан жүктің ауырлық күшін жазамыз, mg дейміз. Мына жерде 420 тең болады 20 қосылған m еркін түсуде 10. 10-ға бөлсек, бұл жүйені 42 тең болады 2 қосылған m болады. m бізде 40 килограмм. 40 килограмм болады. Көріп тұрғандарыңыздай 210 ньютон мен 40 килограмм жүкті көтеруге болады екен. Яғни жауабы да. Гидродинамикаға келетін болсақ, гидростатикалық қысым дейді. Бағана қатты денелердің қысымы туралы айттық. Ол қатты дененің әсер ететін күші бөлеміз оның ауданына. Сол кезде қатты дененің жазықтыққа түсіретін қысымын есептеуге болады. Енді гидростатикалық қысым бұл сұйықтардағы пайда болатын қысым. Мысалы, мынау судың немесе сұйықтың беті болсын. Тереңдікте, H деген тереңдікте қандай қысым пайда болады? Мына нүктеде. Ол қысым әрине сол сұйықтың тығыздығына байланысты, еркін түсу үдеуіне байланысты жердің, және қандай биіктікте тұрғанына байланысты. ρh деген формуламен есептеуге болады екен. Өте оңай сұйықтардағы қысым. Былайынша айтқан кезде 23-ші есеп. Биіктігі 0,5 метр керосин қабатының ыдыс түбіне түсіретін қысымы. ОБТ-да өте оңай есептер келеді, білесіздер. Тығыздығы еркін түсу үдеуі көбейтеміз биіктікке. Тығыздығы 800, еркін түсу үдеуі 10, биіктігі 0,5. Осы жерде не шығады? Қараңыздар, 8 деген сан бар, 5 деген сан бар. Көбейтсек 4-тен басталатын бір жауап болу керек. Ондай жауап тек қана бізде D-да сәйкес келеді, 4 килопаскаль дейді. 24-ші есеп. Мұнай толтырылған цистернаға 4 метр тереңдікте ауданы 30 сантиметр квадрат шүмек бекітілген. Мұнайдың шүмекке түсіретін қысым күші дейді. Ол шүмек тұрған деңгейде қысым негізі мынаған тең, өйткені керосин. Бұл керосин мұнай ол сұйық болып саналады. Сұйық 4 метр төмендікте тұрғандықтан шүмектің сол жерде қысымды есептей аламыз. Бірінші соны есептеп алайық. Қысымы тығыздығы 800-ге тең, еркін түсуде 10-ға тең, биіктігі 4, тереңдігі. Сол кезде
32 3 нолі бар паскаль қысым бар екен ол жерде. Және ол жерде шүмектің ауданы 30 сантиметр квадрат болғандықтан оған түсіретін күшті мына қатты денелер, шүмек қатты дене болғаннан кейін оған әсер ететін қысым күш бөлінген аудан. Естеріңізде болса, алдында айтқанбыз, осы жерден күш ол қысым көбейтілген аудан болып табылады. Қысым бізде 32.000 паскаль, көбейтеміз ауданына. Аудан әрине метр квадрат болу керек. Біз 30 сантиметр арқылы берілген. Метр квадратқа айналдырсақ, ол 10-4 дәрежесі. Сонда мына жерде 3 ноль бар, мына жерде 1 ноль қысқарады. Сонда жауабы 32 көбейтілген 3. Жауап шығу керек 96 ньютон. 96 ньютон деген күш шүмекке әсер етеді екен. Жауабы А болып табылады. Тағы бір сұрақ қысымға байланысты. Су құйылған ыдыстардың табандарының аудандары тең. Мына жердегі аудандар тең екен, табан. Екінші ыдыстың түбіне түсіретін су қысымының бірінші ыдыстағы түбіне түсіретін су қысымына қатысы дейді. Негізі бұл сұйық болғаннан кейін сұйықтағы қысым білесіздер тығыздығына байланысты, еркін түсу үдеуіне байланысты және биіктікке байланысты. Бұл жерде екі ыдыста да су құйылғаннан кейін тығыздықтар бірдей. Екеуі де бір ғаламшарда, бір планетада болғаннан кейін еркін түсу үдеуі де бірдей. Демек, қысым неге байланысты болады бұл жерде? Биіктікке немесе тереңдікке. Қайсысы терең болса, соның қысымы көп болады. Енді қараңыздар. Бірінші жағдайда судың биіктігі екінші жағдайдағыдан 2 есе аз, 400 мм және 800 мм. Демек, бірінші жағдайдағы қысым екінші жағдайдағы қысымнан 2 есе аз болады. Енді сұраққа келейік. Екінші ыдыстың түбіне түсіретін екінші біріншісіне қатынасы ол 2 шығу керек. Өйткені екінші жағдайда қысым көп 2 есе. Өйткені биіктік, тереңдік 2 есе көп. Гидравликалық пресс дегеніміз не? Қай кездерде қолданады? Не үшін қолданады? Гидравликалық пресстің ең қарапайым түрі осындай болады. Бұлайынша осындай формада бір ыдыс және ішінде сұйық құйылады. Сұйық болады, мынаның барлығы сұйық. Май болуы мүмкін, су болуы мүмкін. Аз күшпен ауыр заттарды көтеруге болады. Принципі қандай? Принцип ол қысым. Негізі мына жақтан біз F1 деген күш әсер етсек, мына жақтан F2 деген күш әсер ету арқылы бұл жүйені тепе-теңдікте ұстауға болады екен. Мына жердің ауданын біз S2 деп белгілейміз. Екеуі бір деңгейде болғандықтан қысымдары бірдей болу керек, яғни P1, P2, яғни F1 бөлінген S1 тең болады F2 бөлінген S2 деп жазуға болады. Өйткені бір деңгейде болғаннан кейін қысымдары бірдей болу керек. Осындай жүйе арқылы аз күшпен ауданы кіші, ауданы аз жағына аз күшпен әсер етіп, ауданы көп жағына үлкен затты, ауыр затты қойып көтеруге болады екен. Осыны біз қысқаша гидравликалық пресс дейміз. Оған қолданатын теңдеуіміз мынау. 26-шы есепті көрейік. Суретте көріп тұрсыздар, гидравликалық пресс бұл. Гидравликалық машинадағы қысым 400 килопаскаль. Кіші поршынге 200 ньютон күш әсер етеді. Үлкен поршынның ауданы 400 сантиметр квадрат дейді. Үлкен поршын қысқан динамометрдің көрсетуі және кіші поршынның ауданы. Яғни бұл жерде қысым тең болады F1 бөлінген S1 және F2 бөлінген S2 теңдеуін қолданамыз. Жауаптарына қарасақ, мысалы, үлкен поршынға әсер ететін күшті қарасақ, бірдей сан жоқ. Демек, тек қана осы күшті табу арқылы біз жауабын айта аламыз. Ондай болса, біріншісін қолданайық. F1 бөлінген S1 қысым бізде 400 килопаскаль, яғни 400.000 паскаль, күш белгісіз. Ал үлкен поршынның ауданы бізде белгілі. 400 сантиметр, ол метр арқылы жасақ, оның -4 дәрежесі. Осы жерден F неге тең болады? 400.000 көбейтілген 400
10-ның минус 4 дәрежесі. Енді қараңыздар, бұл жерде 4 көбейту 4 деген сан бар, яғни жауап 16-дан басталу керек, немесе 1-де 6, 16 деген сан болу керек. Ол бізде Д жауабы екен. Енді ары қарай жалғастырайық. Сұйықтардың және газдардың қозғалысы. Сұйықтардың бір труба қарастырайық. Трубаның көлденең қимасы өзгеріп отырсын, бір жағы тар, бір жағы кең. Мына жердегі ауданы S1 болсын, мына же кең жақтағы ауданы S2 болсын, Мына жерден сұйық V1 деген жылдамдықпен өтеді, мына жерден сұйық V2 деген жылдамдықпен өтетін болсын. Осы жылдамдық пен аудан арасында байланыс бар, және ол байланыс мынау екен. Ауданын көбейтеміз сол жерден өтіп жатқан жылдамдық, және ол екеуін көбейтіндесі әрқашан тең болады. Негізі бұл қайдан шыққан? Негізі бұл сұйық негізі сығылмайды, жалпы алған кезде. Оның көлемі өзгермейді. Мына деңгейден 1 секундта өтетін судың массасы, мысалы 10 килограмм су өтсе 1 секундта, мысалы, мына жерден де 1 секундта 10 килограмм су өту керек. Өйткені су немесе сұйық ол сығылмайды, көлемі өзгермейді. Сол принципті қолданып, мұнан айта аламыз біз. Әрбір деңгейден 1 секундта бірдей су өтеді деп, судың мөлшері өтеді. Сол арқылы мынандай теңдеу құрастыруға болады екен. Ауданы көбейтілген жылдамдық ол әрқашан тұрақты болады. Енді осыған байланысты есеп шығарып көрейік. Көлденең қималар әртүрлі құбыр сұйық ағады. Екі бөлігінің қималарының қатынасы берілген 5 және 6. Осы қималарда сұйық ағысының жылдамдықтары қатынасы. Енді мына формулаға қарайтын болсақ, S1 V1 тең болады S2 V2. S1 бөлу S2 негізі тең болады V2 бөлінген V1, және бұл 5 бөлу 6-ға тең дейді. Қараңыздар, V2 бөлінген V1 ол 5 бөлу 6, а бізде сұралынған ол V1 бөлу V2. Демек теріс айналдырсақ 6 бөлінген 5 болу керек, жауап А болады. Назарларыңызға рахмет.